Сәлем менің көрермендерім, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге күнделікті ақпаратпен, денсаулығыңызға пайдасы бар жаңалықтармен бөлісіп отыратын боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, рецепт барлығын қалдырып өтемін. Сонау есте жоқ ерте замандарда адамзат баласы дәрі-дәрмек деген дүниені мүлде білмейтін. Олар өздерінің сырқаттарынан айығу үшін халықтық амал тәсілдердің көмегіне жүгінетін еді. Сондықтан да шөптерден жасалған дәрілер бүгінге дейін маңызын жоғалтпай келеді. Және де дәрілік өсімдіктер адам денсаулығына ине мен дәрі-дәрмекке қарағанда әлде қайда қауіпсіз келеді. Себебі таблеткалардың құрамында сіздің ағзаңыз қабылдай алмайтын химиялық заттар болуы мүмкін. Бірақ менің айтқым келгені бұл емес. Сіздің үйіңіздің терезесінде алоэ аталатын кереметтей өсімді өсіп тұр ма? Жоқ. Неге жоқ? Өте өкінішті. Осы менің видеомнан кейін алоэны өсіріңіз. Ол сізді өзінің жасыл көйлегімен ғана емес, шипалық қасиеттерімен де қуантатын болады. Жер бетінде алоэның 300-ден астам түрі бар. Және оның әрбірінің өзіндік қасиеттері бар. Мәселен, бұта қалпындағы түрі ішкі ағзаға жақсы әсер береді. Ағаш түріндегі алоэ сыртқы сырқаттарға қарсы тұра алады. Алоэ өте қарапайым, оның өсуіне ылғал мен жарық жеткілікті. Оның көбеюі де қиындық тудырмайды. Ұрықпен де, бұталармен де, сабақтармен де, тіпті жапырағымен де өніп кете береді. Алоэ шырыны иммунитетті нығайтып, пайдаланылған өндіріс бұйымдарын бастапқы қалпына келтіріп, бактерияға қарсы күресе алады. Басқа өсімдіктер секілді алоэ да көміртегіні жұтып, оттегі шығара алады. Сондықтан да оны ұйықтайтын немесе адам көп жүретін бөлмеге қойған жөн. Алоэны 2 қабат әйелдер бүйрек, өт қабы, цистит, геморрой ауруларымен қиналатын адамдарға кері әсер етеді. Сондай-ақ қан қысымында ауытқушылығы бар адамдарға алоэға жақындауға кеңес берілмейді. Алоэны қандай жағдайда қолдануға болады? Тәніңізді тыныштандыратындай ванна қабылдағыңыз келсе, 3 ас қасық шырынды 2 стақан сүтке және жалбыз тұнбасына қосып, жылы ваннаға қосасыз. Мұндай ваннада 15 минут жатуға болады. Күйік шалғанда, іріңді жаралар пайда болғанда алоэны қойып, дәкемен таңып тастау керек және әр 2 сағат сайын ауыстырып тұру керек. Ол үшін алоэның жапырақтарын жуып бинтке қойыңыз да аздап жаншыңыз. Содан кейін барып ауырған жерге қойыңыз. Аяулы нәзік жандыларымыз алоэдан маска жасай алады. Ол үшін алоэның 1 ас қасық шырыны мен қаймақты араластырасыз да, оған жұмыртқаның сарысын қосасыз. Қоспаны таза бетке жағып 15-20 минут ұстаңыз да, жылы сумен шайып тастаңыз. Нәтижесінде теріңіз жылтырап, сұлулана түсесіз. Иммунитетті көтеру үшін алоэ шырыны мен балдың қоспасын жасайсыз. Шырынды алу үшін 15 сантиметр болатын бірнеше жапырақты үзіп алып, сумен 1 рет шайып жіберіңіз. Таза стақанды дәкені немесе мәрліні аласыз. Қолыңызды тазалап жуыңыз да, сол мәрлінің бетіне әбден кескілеген алоэны қоясыз. Оны қолыңызбен қатты сығып, суын стақанға тамызасыз. Дайын шырынды балмен араластырасыз. Бұл қоспаны күніне 3 рет 1 шай қасықпен тамақтан жарты сағат бұрын ішіп тұрыңыз. Пайдалану уақыты 3 апта. Егер де суық тигізіп алсаңыз, алоэның жаңадан жасалған шырынын әрбір 3-4 сағат сайын 2-3 тамшыдан тамызып тұрыңыз. Бұл әдісті 2-3 күннен артық жасауға болмайды. Егер сізде гастрит, асқазан жарасы болса, немесе тәбетіңізді жақсартқыңыз келсе, күніне 2-3 рет алоэ шырынын ішіңіз. Ларингит, тамақ ауырсынуы кезінде тамағыңызды, аузыңызды алоэ шырынымен шайыңыз. Мінекей, менің пайдалы жаңалықтар каналының көрермендері, терезеңіздің алдындағы алоэның бір бойынан осыншама үлкен дәріхана жасап алуға болады екенін біліп жүретін боласыздар. Оны пайдаңызға жаратыңыз да, суаруды ұмытпаңыз.
Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен күнделікті әр апта сайын керемет жаңалықтармен, ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Рахмет, ауырмаңыздар.